қасықтай жылы сумен ішіп жүру керек. Сол кезде жоғарыда айтылған ауруларды емдеп береді. Екінші емдік қасиеті: ер адамдардың ен қалтасына қышыма бөрткен шығып, ісініп ауырған кезде 2 литр қайнаған ыстық суға 20 дана қарабұрышты салып, 10 минут жай отта бықтырып қайнатып, таңертең және кешке күнделікті жуып жүрсе, ен қалтасындағы қышыма бөрткенді кетіріп, ісікті қайтарады. Қарабұрыштың бұдан да басқа емдік қасиеттері көп, оны алдағы видеоларда айтатын болам. Әрқашанда табиғи өнімдер ішіп, денсаулықтарыңызды нығайтыңыздар, ауырмаңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.